Колоректальды қатерлі ісік, ішек құрылысындағы қатерлі дерт неден пайда болады? Тоқышек, тікішек обыры Қазақстанда ол 3-ші орында. Негізгі себебінің әлі толықтай анықталған жоқ. Бірақ салмақ қосу, темекі тарту, сонымен ішімдік ішу қатерлі ісікке алып келу мүмкіншілігі жоғары. Тоқышек және тікішек обыры емдеуге келе ме? При первой стадии. Бірінші сатысында науқастар толық емделеді, ал екінші, үшінші сатыда 5 жылдық өмір сүру көрсеткіші 75%-тен 85%-ке дейін жетеді. Тікішегін алып тастаған адамдар қалай өмір сүреді? Сол бүйіріне ішекті сыртқа шығарамыз. Сонымен коллаприомид деген бар, соны киіп, науқас үлкен дәрет, желі, сол арқылы передний брюшной стенкаға шығып жүреді. Тоқышек және тікішек ас қорыту жүйесінің бір бөлігі. Оның адам өміріндегі рөлі ерекше. Ұзындығы 1-2 метрге дейін жететін тоқышек жоғарғы көлденең төменгі бөліктерден тұрады. Ал колоректальды қатерлі ісік дәл осы органда пайда болатын онкологиялық ауру. Колоректальный рак это... Колоректалды қатерлі ісік бұл тоқ және тікішектің ауруы. Бүгінде ол кең таралған сырқаттардың біріне айналды. Аурудың бұл түрі қазір асқазан обырынан да жиі кездеседі. Ал бір кездері асқазанның қатерлі ісігі бірінші орында еді. Қазір сүт безі қатерлі ісігі көш бастап тұр. Одан кейін өкпе обыры, ерлердегі қуық асты безі обыры. Ал осылардан кейін колоректалды қатерлі ісік тұр. Колоректальды қатерлі ісік ерлер мен әйелдерде бірдей кездеседі. Науқастардың орташа жасы 50-ден жоғары. Бірақ дәрігерлердің айтуынша, қазір қатерлі ісіктің бұл түрі де жасарып келеді. Яғни 40-тағы азаматтар да тікішек және тоқышек обырымен ауырады. Сырқаттың бұлай белең алуына бірінші кезекте тамақтану тәртібінің өзгеруі себеп. То есть в пище сейчас у людей больше преобладает жирная пища. Адамдардың тамағында майлы тағамдар басым, көкөністер мен жемістер аз. Сондықтан біз 40 жастағы емделушілерді көреміз. Кейде 40-қа толмаған науқастар да келеді. Бұл көбінесе тоқышек пен тікішектің сол жақ бөлігінде кездесетін қатерлі ісіктер. Ең алдымен ол молекулалық генетикалық ерекшеліктерге байланысты. Соңғы 20 жылдың өзінде адамдардың өмір сүру салты мен тамақтану мәдениеті қатты өзгерді. Кеңсе қызметкерлері көбейіп, бұрын қара күшті қажет ететін жұмысты техника орындай бастады. Адамдар көп отырады, аз қимылдайды. Ал гиподинамия мен семіздік колоректальды қатерлі ісікке әкелетін факторлардың бірі. Яғни тоқышек, тікішек обыры Қазақстанда ол 3-ші орында. Негізгі себебінің әлі толықтай анықталған жоқ. Бірақ жанама және қосымша алып келетін себептері бар. Олар салмақ қосу, темекі тарту, сонымен ішімдік ішу, қант диабеті қатерлі ісікке алып келу мүмкіншілігі жоғары. Онкологияның бұл түрі тұқым қуалайтын ауруларға жатады. Сондықтан ата-әжесі немесе әке-шешесінде осындай ауру болса, балаға да өсе келе медициналық тексеруден өтіп тұрған жөн. Есть понятие наследственный рак. Тұқым қуалайтын қатерлі ісік деген ұғым бар. Спорадикалық қатерлі ісік деген ұғым бар. Спорадикалық қатерлі ісік ол өздігінен пайда болады. Тұқым қуалайтын аты айтып тұрғандай ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Науқастың әжесі немесе ата-анасы колоректалды қатерлі ісікпен ауырса, ұлдарда немесе қыздарда осы аурудың пайда болу ықтималдығы 50%-ті құрайды. Қатерлі ісіктің тоқышек және тікішектің пайда болуындағы шағымдары ең бастысы іш қуысындағы ауырсыну ең бастысы, онымен қатар үлкен дәреттің қатуы, үлкен дәреттің сұйық болуы, сонымен қатар жалпы әлсіздік, салмақ жоғалту, жалпы көңіл күйінің түсуі науқастың осы себептері. Айтылған симптомдардан бөлек мұндай ауру кезінде үлкен дәретте қан білінуі мүмкін. Сондықтан колоректальды қатерлі ісікті көбіне геморроймен шатыстырады.
Рак прямой кишки чаще всего симптом. Тікішектің қатерлі ісігі белгілері көбінесе қан кету болып табылады. Яғни үлкен дәретке барғаннан кейін қан пайда болады. Жалпы тікішектің ұзындығы 18 сантиметр. Қатерлі ісік оның кез келген бөлігінде болуы мүмкін. Негізі диагностика жалпы тексеруден басталады. Бұдан бөлек науқас бірқатар анализдерді тапсыруы тиіс. Содан кейін колоноскопия тағайындалуы мүмкін. Клиникалық анализ, жалпы қан анализі, сонымен қатар гемокульт тексеру әдіс арқылы тексеруге болады. Егер де ол жерде оң нәтиже беретін болса, онда науқасты жалпы колоноскопия зерттеуіне тағайындау керек. Колоноскопия кезінде тікішекті видеокамерамен қарап шығады. Осы диагностика арқасында ішек жолдарындағы қатерлі ісікті бірден көруге болады. Аурудың сатысы анықталып, ем жоспары бекітіледі. Бірақ бұл процедураның дұрыс жасалуы өте маңызды. Өйткені диагностикадағы олқылықтардың салдарынан диагноз қате қойылуы мүмкін. Первым человеком, наверное, кто будет этого пациента осматривать, будет хирург. Бұл адамды алғашқы болып тексеретін емханадағы хирург. Егер пациент осындай ауру жайлы хабардар болса, проктологқа да баруға болады. Ол арнайы орындықта саусақпен тексеру жүргізеді. Егер хирург тікішек және тоғышек қатерлі ісігіне күдіктенсе, колоноскопияға жіберуі мүмкін. Мамандардың айтуынша анализдер үлкен дәретті жасырын қанға тексеруден басталады. Бірақ бұл талдау жалған нәтиже беруі мүмкін. Немесе сапасыз орындалуы да ықтимал. Сондықтан ең сенімді әдіс колоноскопия. Она с бессимптомного течения, да? То есть Өздігінен пайда болған колоректалды ісік симптомсыз өтеді. Біріншіден полип, содан кейін ісік пайда болады. Бұл ісік өсе келе белгілі бір симптомдар біліне бастайды. Симптом кезіне дейін ол өзін көрсетпейді. Сондықтан әлемде скрининг сынды колоректалды ісікті ерте анықтау мүмкіндіктері қолданылады. Скринингтер әлем бойынша өз тиімділігін дәлелдеген. Бірақ тікішек қатерлі ісігін ерте сатысында анықтау үшін диагностика сапалы болу керек. Өкінішке қарай біздің елде тегін әрі сапалы тексеруден өту кейде қиынға түседі дейді дәрігер. Өйткені сала мамандарының салғырттығынан кейде бұл ауру назардан тыс қалып жатады. Этот скрининг наиболее доказан во всем мире. То есть он показал. Колоректалды қатерлі ісік кезінде скрининг ең тиімді тексеру әдісі болып табылады. Ол өзінің пайдасын дәлелдеді. Сондықтан бұл бағдарлама Қазақстанда енгізіліп жатыр. Бірақ толық емес. Себебі тексеруге қойылатын талаптар әрдайым орындалмайды. Бұл жабдықтың жетіспеушілігіне байланысты. Арнайы дайындалған дәрігерлердің тапшылығы бар. Науқастардың тексеруге дұрыс дайындалмауы. Осының бәрі маңызды. Науқастардың дайындығы да скринингтің сапасына әсер етеді. Сондықтан тікішек қатерлі ісігінің алдын алу бойынша диагностикаға жауапкершілікпен қарау керек. При исследовании может быть Зерттеу кезінде науқас дұрыс дайындалмауы мүмкін, шек толығымен тексерілмеуі мүмкін, дәрігер көрмеген және уақытылы алып тастамаған полиптер болуы мүмкін. Яғни сапаға әсер ететін факторлар көп. Негізінен колоноскопияны наркозсыз жасайды, бірақ дәрігердің тікішекті тиянақты зерттеп шығу үшін анестезияның көмегі мол. Это должно быть тщательное исследование, которое занимает, по-моему, 7 или 10. Бұл мұқият зерттеу болуы керек. Ол 7-10 минут алады. Яғни бұл дұрыс орындалған скрининг талаптарының бірі. Дәрігерлердің айтуынша, ғылыми зерттеулердің арқасында колоректальды қатерлі ісік бүгінде жақсы емделеді. Мұндай сырқат кезінде емдеудің 3 түрі бар. Бұл сәулелік терапия, химиотерапия және хирургиялық операция. Соның ішінде ең маңыздысы тиімді әрі науқасқа көмектесетін әдіс операция. Қалғандары колоректальды қатерлі ісіктің алдын алу кезеңі немесе операцияға дейінгі дайындық болып есептеледі. И при первой стадии пациенты излечиваются от этой болезни, да? Аурудың бірінші сатысында науқастар толық емделеді, ал екінші, үшінші сатыда 5 жылдық өмір сүру көрсеткіші 75%-тен 85%-ке дейін жетеді. Төртінші сатыда пациенттер 2,5 жыл өмір сүреді, бірақ одан да ұзақ өмір сүретіндер бар. Операцияның көлемі, яғни ісіктің орналасуына және оның көлеміне байланысты. Яғни тоқішектің жоғарғы бөлімдерінде орналасса, онда операциялық жолмен алуға болады. Егер де тікішекте орналасатын болса, онда химия-лучевая терапия дейді, жаңағы химиялық сол емді қолданып, одан кейін операциялық жолмен ісікті алуға мүмкіншілік бар.
Ал қатерлі ісіктің тек бір жерде шоғырланбай дененің басқа бөліктеріне тарайтыны қасиеті бар. Онкологияның нақты осы түрінде тік-ішек және тоқ-ішек қатерлі ісігі бірінші кезекте бауырға метастаз беруі мүмкін. Егер ол бір оң жақ бөлімінде орналасса, тоқ-ішектің ол кезде правосторонний гемиколоктомия дейді. Оң жақ бөлімі тоқ-ішектің алынады. Егер сол жағында орналасса, ол жерде сол жақтық резекция толық операция жасалынады. Колоректальды қатерлі ісік асқынғанда дәрігерлерге науқастың тік-ішегін алып тастауға тура келеді. Бұл қатыгез аурудан адам мүгедек болып қалуы мүмкін. Бірақ мұндайда ең бастысы онкологиялық аурудың дамуын тежеу міндеті тұрады. Ал органның қызметін сақтап қалу екінші сатыға түседі. Как правило, операция заключается в удалении части кишечника. Әдетте операция ішектің бір бөлігін алып тастаудан тұрады. Егер тоқ ішек болса, бұл өмір сүру сапасына әсер етпейді. Егер тік ішек болса, онда адамның өмір сапасына әсер етуі мүмкін. Бұл оның қанша бөлігін алынғанына байланысты болады. Егер 10 сантиметр алынып тасталса, онда пациенттің өмір сапасы да өзгереді. Бірақ олар қатты ауыр болмайды. Егер ішектің 90%-ін алып тастаса, онда пациент өмір бойы стомамен жүруге мәжбүр болады. Операцияға дейінгі кезең өте маңызды. Әсіресе хирургиялық ем жоспарын бекітуде зерттеулерге үлкен мән беріледі. Операцияны бірнеше маманнан құралған топ жоспарлайды. Бұл талқылауда әрбір дәрігердің пікірі саналады. Бірінші кезекте МРТ жасайтындарға үлкен жүктеме түседі. Олар ауру сатысын анықтайды. Одан кейін биопсия нәтижелері қаралады. Қатерлі ісіктің қаншалықты тез дамып жатқаны бақыланады. Келесі кезек радиологтар мен химиотерапевттерде. Өйткені тік-ішектің төменгі бөлігіндегі ісікті сәулелік терапия кішірейтетіні дәлелденген. Ал 20-30% жағдайда сәулелік терапия ісікті толық жойып жібере алады. Ал мұндайда операцияда керек болмай қалады. Бірақ симптомдары бірдей болғанмен әр науқастың денсаулығы әртүрлі болатынын ескеру керек. Соған сәйкес емдеу жоспары да ерекшеленеді. Нұр-Сұлтан қаласында МРТ мамандары бойынша деңгейлері өте жоғары деп айтайын. Дайындықтары сапасы жағынан, жазу жағынан өте жоғары. Әрине кішігірім қалаларда дайындықтары кішкене нашарлы болып келеді. Тік-ішектің төменгі бөлігінде орналасатын қатерлі ісіктер бар. Мұндай жағдайда дәрігерлер ауру артқы тесіктің бұлшық еттеріне таралған немесе таралмаған тексереді. Ол үшін МРТ жасалады. Тік-ішегімді жай тексере салайыншы деп келетін адамдар аз. Көбінесе колоноскопиядан кейін келетін пациенттер, мысалы полип болсын, немесе қатерлі ісіктер болсын, оны ары көргісі келеді. Хирург алып тастаудың алдында ар жағында не болып жатқанын білгісі келеді. Эндоскопия өкінішке орай тек қана ішектің ішінде не болып жатқанын білсе, МРТ ішектің сыртынан шығып жатқан нәрселердің бәрін жауап бере алады ол сұрақтарға. Диагнозды дұрыс қою үшін диагностиканың маңызы зор. Сондықтан мамандарға пациенттің анализдерін талдаудан бастап, МРТ тексеруден өткізуге дейін мұқият болу керек. Пациентті жатқызу кезінде оның белгілі әдістері бар, белгілі түсіру әдістері болады. Лаборант егер оның барлығын ескере отырып түсірмесе, әрине өкінішке орай нашар болып шығады. Дұрыс емес болып есептеледі ол исследование. МРТ тексеру дұрыс жасалмаса, радиологтар қате тұжырымдама жазады. Қатерлі ісіктің сатысында дұрыс анықтамайды. Сондықтан науқасты аппаратқа белгілі бір градус бойынша жатқызады. Өйткені ісік бір қырынан қарағанда көрінбей, ал адамды сәл қозғалтса, суреттен айқын білінуі мүмкін. Химиотерапия может быть предоперационной, то есть... Химиотерапия операцияға дейін және кейін болуы мүмкін. Ал колоректальды рак кезінде қосымша мутациялар анықталады. Ол үшін молекулярлық генетикалық зерттеу жүргізіледі. Талдау нәтижелері мутацияны көрсетсе, таргеттік терапия тағайындалады. Яғни біз тек химиотерапия емес, сонымен қатар таргеттік терапия да жасаймыз. Бірақ барлығы қатерлі ісіктің сатысымен науқастың жағдайына байланысты. Химиялық сәулелік терапия өткеннен кейін пациент біз оны қайтарата қараймыз. Соңген сол ісікке баға береміз. Қаншалықты химиосәулелік терапиядан кейін, емнен кейін ісік жауап берді. Оны 5 сатысы бар. Соған қарай бөліп, хирург қайтып береміз. Ары қарай хирург шешім қабылдайды. Химия сәулелік терапиясын қабылдай ма ары қарай пациент, әлде ота жасалына ма.
Колоректальды қатерлі ісік кезіндегі операция қалай жасалатынын өз көзімізбен көрдік. Шыны керек, басқа оталармен салыстырғанда қолайсыздықтары көп процедура. Операцияға бармас бұрын тоқ ішек және тік ішек обыры бар науқастар таңдау жасайды. Ішектің бір бөлігін алып тастап, бірақ өздігінен дәретке бару қабілетін қалдыра ма, әлде тік ішегінен толық айырылып, бүйіріне стома қойғыза ма, өз еркі. Бірақ колоректальды қатерлі ісік асқынып, ішек жолдары бітеліп қалғандар үшін осы органды алып тастаудан басқа амал жоқ. Тоқ ішектің толықтай обырмен бітеліп, непроходимость болатын болса, бұл кезде операция Гартман деген бар. Операцияны барысында ішекті обырмен бірге аламыз, сонымен қатар қалған бөлімін оны іштің бүйіріне стома ретінде уақытша шығарып қоямыз. Оның нәтижесін күтеміз обырдың. Оның нәтижесі бойынша, егер науқасқа қандай да бір химия қажет болатын болса, химиотерапия, оны химиотерапияға жіберіп, сол жақта арнайы емін қабылдап, толықтай егерде прогрессирование процесі болмаса, онда қайта шегін қосуға мүмкіншілік бар. Мұндағы стома деп отырғаны адамның бүйіріне қойылатын арнайы құрылғы. Ол үшін тоқ ішектің бір бөлігін бүйірге әкеп тігіп қояды. Және оған арнайы пакет кигізіледі. Әрі қарай ол тік ішек қызметін атқарады. Адамның үлкен дәреті сол пакетке жиналады. Мұндай операция жасатқан науқастарға өмір сүру оңай емес. Тік ішектің колостомасымен жүргендер тамақты өлшеп ішіп, арнайы пакеттерін өзімен бірге алып жүруі тиіс болады. Операция Гартман жасалған кезде сигма тәріздегі тоқ ішектің бөлімінде орналасқан обыр уақыт өте келе оны байқалмай жүрген кезде ол ішектің өтімсіздігі және бітеп клиника непроходимості алып келуі мүмкін. Сол кезде науқасқа ондай жағдайларда біріншілік операция кезінде жаңағы ішекті опухольмен бірге, обырмен бірге аламыз, сол бүйіріне ішекті шығарамыз. Сонымен колоприомик деген бар, соны киіп, науқас үлкен дәрет, желі, сол арқылы передний брюшной стенкаға шығып жүреді. Операция үстелінде жатқан жасы 50-ден асқан науқаста осы колоректальды қатерлі ісік анықталған. Ауру асқынғандықтан күрделі отасыз обырмен күресу мүмкін емес еді. Дәрігерлер оған жоғарыда айтылған екі әдісті ұсынды. Өз кезегінде науқас тік ішекті толық алғызып, колостома қойғызуды таңдады. В данном случае выводится постоянная стома, поскольку... Бұл жағдайда тұрақты стома жасалып, ісік өте төмен орналасқандықтан науқас бүкіл тік ішекті алып тастауға өзі келісті. Ол колостоманы таңдады. Міне біз тоқ ішекті алып шықтық. Біз оны екі бөлікке бөлеміз. Біреуі бүйірге тігіледі, екіншісі іште қалады. Ретрактор арқылы дәрігер адамның артқы тесігінен ісікке қарай қозғалады. Сол жолмен ісіктен 1 сантиметр ара қашықтықты сақтап, құрсақ қуысына қарай өтеді. Осылайша сигма тәрізді ішекке жетеді. Ал операция соңында тік ішектің обыр клеткаларымен зақымданған бөлігін алып тастайды. Енді тік ішектің орнына адамның бүйіріне шығарылған сигма тәрізді ішек жұмыс істейді. Болашақта науқас осы бүйіріне шыққан ішек арқылы дәретке барады. Успехи лечения колоректального рака, если сравнивать их... Колоректалды қатерлі ісіктің емдеуде біршама жетістіктер бар. Егер оны басқа онкологиялық аурулармен салыстырсаңыз, ғылым жақсы мүмкіндіктерге қол жеткізгенін байқайсыз. Мысалы, асқазан немесе ұйқы безінің қатерлі ісігіне қарағанда ауруға әсер етуі бойынша бұл обырды емдеу әлде қайда алда келеді. Операция аяқталған соң науқас 8 сағаттан кейін тұрып жүре береді. Бірақ колостома қоюға келіспейтіндер де бар. Оларға дәрігерлер сфинктерді сақтап қалатын операцияларды ұсынады. Ғалымдар мұндай оталар қатерлі ісікпен күресте тиімді деген тұжырымға келген. Бірақ дәрігерлердің айтуынша 50% жағдайда бұл отадан кейін тік ішек бұлшық еттерінің қызметі бұзылуы мүмкін. Яғни артқы өтіс тесігінің жұмысы бұзылып, адам дәреті тұрмайтындай жағдайға жетеді. Оны қалпына
келтіру үшін арнайы мамандар мен технологиялар қажет. Ал қазір операциядан кейінгі оңалтумен осы ұлттық ғылыми онкология орталығының дәрігерлері өздері айналысады. Бірақ болашақта бұл бағыттағы технологиялар алынса жақсы дейді мамандар. Қазір мұның бәрі тек жоспар ретінде қаралып отыр. Қатерлі ісіктердің пайда болу себептері көбінесе осы полиптерден басталады. Қазіргі таңда шетелде, мысалы ақш-қа қарайтын болсақ, ол жерде қатерлі ісіктері жойылды деп айтуға болады. Өйткені профилактика жүргізіледі. 45 жастан асқан кісілердің бәрін колоноскопия жасайды. Және егер сол жерде полип табылса, доброкачественный қатерсіз ісіктер табылса, олар сол жерде алып тасталынып тұрады. Өзге аурулар сияқты колоректальды қатерлі ісік болғанда да дәрігерлерге дер кезінде жүгінген өте маңызды. Бұл ем-дом шараларын жеңілдетіп, аурудан айығу мүмкіндіктерін арттырады.